Бізде сары әліппеде кейінгі сабақ сукун. Сукун бұл қатты бір қиын ереже емес, жай ғана әріптің өзін ғана оқылады деген сөз. Яғни ол әріптің үстінде фатха, не кәсіра, не дамма деген нәрсе жоқ. Ол әріп пустой, бос әріп, бәрінен бос деген сөз. Сондықтан бізде сукун домалақ белгіде келеді. Енді мына жерде сіздерге солай көрсеткен. Кейін тағы мынандай белгісі Құрандарда кездеседі. Немесе мүлдем әріптің үстіне еш нәрсе қойылмайды. Жай ғана мысалы р өзі ғана тұрады деген сияқты. Яғни сіздер ол кезде не істейсіздер? Әріптің өзін ғана дыбыстайсыздар. Мысалы, м әріптің үстіне сукун тұр дейік. Біз жай ғана не? Әм, ән, әу, әй, ин, ид, сақау, ид, зиді. Мен д әрпін айтқам, сәл алдында б әрпі сияқты, бұлар қалқалады, сәл тербетіліп оқылады. Зид деп қат қалмайды, зиді деген сияқты. Зин, да, дум, зуді, зуқы, дуржу, дәрсу, дәуру. Бисмилла. Ирми, ирдо, әуфи, удәу, әдір, әриді, әрих, әзиғу, әдим, әухи, ирва, ирви, дәрдәш, әурафа, әурақа, издәра'a. Сукун сабағы осы, иншалла. Кейінгісі бізде шәдда болады, Алла қаласа, немесе тәнуин. Пайдалы болсын.